Сәлеметсің бе, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін қырыққабаттың уақытында, сондай күздің соңында жасалатын тамаша бір қырыққабат салаты, квашеная капуста дейді ғой, соны жасап көреміз. Менің бұл каналымда бұрын бар бұл квашеная капуста, қышытылған, ашытылған капуста деп аударыпты қазақша. Сол бар, бірақ осы жолда жасағым көп, жасап көрсеткім бар. Соны істеріміз болып қазір жасап көрейік. Бұл керемет ашытылған капуста, квашеная дейді ғой. Соны жасау үшін бізге керекті заттар. Біз 1,5 кило, 3 килолық қырыққабат алдық. Сосын кішілеу 2 сәбіз алдық. Сосын 2 қасық тұз алдық. Басқа ештеңенің керегі жоқ. Міне қырыққабатты майдалап турап жатырмыз. Сәбізін де турап қойдық. Бір айта кетерлігі, мынау капустаның тығыз капустасы керек, көрдіңіз ба? Арасы қандай тығыз, керемет. Сосын мынандай артық қатты жерлерін тіске жақсы болмайды деп алып тастап жатырмыз. Соңында мына жұмсақ жерін ғана турап жатырмыз, көріңіз. Міне қырыққабаттың бәрін турап қойдық. Көп мажғалай берудің қажеті жоқ, мынандай үлбіретіп. Үстіне қазір сәбізін салайық. Сәбізін араластыруымыз керек. Енді бұл жерге тұзын қосуымыз керек. Мынау 2 қасық тұз, 3 кило қырыққабатқа 2 қасық тұз қосамыз. Сосын қарай татымына қарап көру керек. Ары қарай қанша дәмін көріп, сосын барып банкіге салуымыз керек. Оған дейін жақсылап өстіп араластыра беріңіздер. Үлпілдетіп араластырыңыз. Баса бермеңіз. Баса берсеңіз суы шығып кетеді. Сондықтан бұл күздің күні сондай жейтін керемет тағам болады. Анау жұмыстан келатқанда бауышкалардан аласыздар ғой, пакетін. Жарты килосын 250 теңгеден болады қазір. Сондықтан мынаны өзіңіздің үйіңізде істеп қойсаңыз, салқын жерде тұра береді. Міне қазір салқын басталды. Сондықтан жасап салқын жерге қоя берсеңіз де болады. Міне сәбізі аз десеңіз, сәбізін көбірек қосып жіберіңіз. Әркім өзінің жасаған үстіне байланысты. Кіші 2 сәбіз емес, үлкен 2 сәбіз алыңыз. Сәбізін аз десеңіз, міне қазір осылай сәл тынады. Сосын банкілерге саламыз. Міне банкілерімізге 2 литрлік банкіге салып жатырмыз, себебі тоңазытқышта сыйсын дедік. 3 литрлік банкіге салсаңыз сыймай қалуы мүмкін. Бұл біраз далада тұрады. Үй жағдайында қойсаңыз да, үй температурасына қойсаңыз да болады. Үй жағдайында температурасына 2-3 күн тұрып, сосын ашуы керек. Біздің бір даламыз бар, бірақ далада жылылау болып тұр қазір. Соны сол жерге қойып 2-3 күн ашытып аламыз. Орысша айтқанда квасить етіп аламыз. Қазір міне өстіп нығыздап салыңыз. Сосын қолмен 1-2 салып тағыдан нығыздаңыз. Сөйтіп банкіні толар-толмастай етіп иығына дейін толтыру керек. Міне 2 банкіге 2 литрлік сыйып кетті. Соң кішкентай қалды, оны біз салатқа қосып жібереміз қазір. Қаласа мынау енді 3-4 күн тұрады комната температурада. Біздің даламызда онша салқын емес. Соны 2-3 күнде мынандай күнделікті арасынан таяқшамен әдемілеп өстіп тұрыңыздар, себебі ауа кіргізу керек. Сосын бактериялар пайда болу керек бұл жерде. Сол бактериялар тамақты қорытуға атсалысады. Қант ауруымен ауыратындарға, давлениеге, асқазанға ас қорытуға керемет көмек көрсетеді. Өте пайдалы қырыққабат бұл. Шейін тұздалған, қышқылданған деп қоя салмаңыздар, оған мән беру керек. Өте керемет. Енді 2-3 күн тұру керек бұл. Міне қыздар, керемет қырыққабат қышқыл салаты болды. Квашеная капуста дейді ғой. Сондықтан бұл әр тағамның жанында тұру керек бұл. Ас қорытуға әдемі қатысады бұл. Сондықтан осыны жасап жүріңіздер. Көшеден сатып алмай, үйде жасау оп-оңай. Соны жасап
мұздатқышқа қойсаңыз өзі тұра береді. Бала шағаңыз кіріп шығып алып жей жүре береді. Менің осы әдісімізде көріңіздер. Бұдан да күшті қылып жасап жүрсіздер, мен оны білемін. Бірақ осы әдісті де көріңіздер. Көп нәрсе кетпейді. Керемет тағам болады. Менің ұнаса ойларыңызды ортаға салып комментарийде жазыңыздар. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Менің каналымды қолдап, қолпаштап жүргендеріңізге мың алғыс. Астарыңыз дәмді болсын.